Сәлеметсіздер ме достар, менің есімім Асылжан болады. YouTube продюсер, маркетолог, жалпы осы YouTube саласында YouTube алгоритмін зерттеп жүргеніме, осыған байланысты TikTok алгоритмі, Shorts алгоритмі, Reels алгоритмі, жалпы маркетинг саласында жүргеніме 2 жылдай уақыт болды. Бұл 2 жылым менің күнделікті ізденісте, күнделікті зерттеу барысында неліктен өйткені YouTube-тың алгоритмі, жалпы YouTube емес, бүкіл интернет әлемінің алгоритмі ол жиі өзгеріп отыратын болғаннан кейін, кезіндегі осыдан 2 жыл бұрынғы YouTube пен қазіргі YouTube-тың айырмашылығы әжептәуір болғаннан кейін, бұл жақта үнемі зерттеп отыру керек. Менің жасаған және де жасап жатқан YouTube каналдарым әнші блогерлерден Мехабая 8 дроп 1 тобының каналы, Қуаныш Кеңес, Арсен мен Мереке, Ернар Айдар және де тағы да басқа жас әншілердікі бар. Бизнесмендер, эксперттер өте көп және де кино сериал жағынан Қимылда тобының Батпақ сериалын жүргізіп жатырмын. Дәл осындай әртүрлі салаларды мен қатар ұстап жүрмін. Бұндай салаларды қатар ұстау деген ол оңай жұмыс емес, өте қиын. Бұған әжептәуір маркетингтік білім керек. Маркетингтік білім дегеніміз не? Маркетингтік білім дегеніміз жай ютубер мен маркетингтік білімі бар ютуберді салыстырып қарайтын болсақ, жай ютуберлер ол тек қана YouTube-тың алгоритмімен ғана жүреді, сол YouTube-та ғана жұмыс жасайды, және де ол кісілерге актуальный тақырыптар, және де андай жан түршіктірерлік әлем, бір қорқынышты оқиғалар, приколдар, андай әзіл әлемдері деген сияқты сондай каналдарды жақсы келетін болса, ал маркетингтік білімі бар ютуберлерге олар ешқандай да саланы таңдамайды. Кез келген саламен, кез келген саланы көтере алады. Бұған мысал келтіретін болсақ, мына жерге қараңыздар, Мехабая тобының каналындағы Ақ көйлек, көк көйлек деген ән. Бұл әннің хит болуына біріншіден әннің әдемі шығуы, оны орындаған кісілер, және де оны орындаған кісілердің танымалдылығы, және де маркетингтік подход. Біз оған TikTok-ты және де басқа да Instagram болсын, барлығын бір-біріне әдемі байлап, бір-біріне әдемі байланыстырып, әдемі маркетингтік подходтар жасадық. Енді Ақ көйлек, көк көйлек деген жері хит болып жатқаннан кейін, сол жерлері қатты тарап жатқаннан кейін, біз бұны 3 миллион просмотр болған кезде ауыстырған шығармыз. Оның үстіне біз бұл әнді платформаға салмағандығымыз. Бұны басқа каналдар салып, Ақ көйлек, көк көйлек деп салып, миллион просмотрдай жинап жатыр. Сосын біз бұны көрдік та жалып жіберіп, біздің полный настройкамызды Ақ көйлек, көк көйлекке ауыстырып едік. Біздің просмотрымызда, подписчикімізде кәдімгідей аспанға қатты ракета сияқты ұшты. Қазіргі просмотры 38 миллион. Бұның барлығына себепкер жалпы жаңағы айтқандай әннің және де орындаушының және де маркетингтік әдемі жеткізу. Бұл жерде айтқым келген нәрсе, жұрттар қалай іздейді, жұрттарға біз қалай ұсынамыз, жұрттар бізді іздеген кезде біздің видео қалай алдыңғы орынға шығып тұрады, және де оған біз байланыстыру ретінде Telegram болсын, TikTok болсын, Instagram болсын, Reels болсын, Shorts болсын, барлығын бір-біріне әдемі байланыстыру. Ол жердегі маркетинг жаңағы обложкасы да болады, названиясы да, описаниясы да, полный настройка барлығы маркетингтік, яғни психологиялық жұрттарға әдемі әсер ету, жұрттарға психологиялық тұрғыдан әсер ету, осының барлығы маркетинг десек болады. Сол үшін де бізге маркетингтік білім керек, YouTube-ты білу керек. YouTube бізге не үшін керек? YouTube бізге жалпы монетизация деген нәрсені білетін шығарсыздар. 1000 подписчик 4000 сағаттан кейін сіздің каналдарыңыз монетизацияға қосылып, ол каналдарыңыз өшіп қалмайынша, жалпы өміріңіздің соңына дейін десем де болады шығар, ақша айналып тұрады, сіздің шотыңызға түсіп тұрады, ол сіздің Google AdSense-іңізге түседі. Ол жаққа сіз өзіңіздің Каспи картаңызды немесе өзіңізге ыңғайлы кез келген картаңызды тіркеп, әр айдың 21 күні, 21 мен 23 аралығында сіздің шотыңызға ақша түсіп тұрады. Ол енді тек қана ақша табу жағынан болатын болса, ал енді екінші жағынан біз бренд жағы, тұлғалық қалыптасу, бренд жағынан енді өзіміздің танымалдылығымыз, эксперт болатын болсақ, өзіміздің өнімізді сату, бизнесмен болатын болсақ, өзіміздің товарымызды сату үшін, және де тұлғалық даму жағынан дәл осылай камераға еркін сөйлей білу, жұрттармен әдемі араласып, әдемі сөйлесіп, өзіңізді дұрыс ұстай білу деген сияқты осылай әдемі сізді ашады. Сол үшін де сіздерге YouTube керек. YouTube-қа дәл қазірден бастап шығыңыз. Ертеңге қалдырудың қажеті жоқ, дәл қазірден бастау керек. Бұл YouTube-тың болашағы деп ойланудың мүлдем қажеті жоқ. Не үшін? Өйткені YouTube-тың белгілі нәрсе ол приложение, үлкен YouTube деген үлкен приложение, үлкен ауқымды компания десем де болады. Ол бұның өшпейтініне 80-90% сенімдіміз. Енді бір нәрсе болып қалмаса, Құдай сақтасын, ондай бір нәрсе болмайтын шығар. 80-90% өзі сенімді нәрсе. Сол үшін де YouTube-қа кіру керек, және де YouTube-та қазақша контент өте аз емес, вообще мүлдем жоқ десем де болатын шығар. Себебі біз YouTube-қа кіріп іздейтін болсақ, компьютерімізге бір нәрсе орнататын болсақ, как установить
Windows деген сияқты, машинамызды жөндейтін болсақ орысша іздеп, барлық жағынан әйтеуір орысша іздеп жүреміз. Сол үшін де бізге қазақша контентімізді көбейту керек. Бұл YouTube-қа кіруді біз жай ғана ойын сияқты қарамай қояйық. Бұл жақта тілімізге деген, елімізге деген құрмет жатыр. YouTube-тағы біздің қазақша контентімізге деген құрмет жатыр. Және де сырттан келген ақша болғаннан кейін бұл да экономикалық даму десек те болады. YouTube-қа дәл осылай сөйлеп шықсаңыздар да болады, немесе сөйлемей-ақ кәдімгі түріңізді көрсетпей-ақ шықсаңыздар да болады. Болмаса, тура мен сияқты басқа да блогерлердің, әншілердің, кәсіпкерлердің қаншама магазиндер бар, солардың YouTube каналдарын жүргізіп, процентке болсын, немесе айлыққа болсын, енді сіздердің 5-6 проектті қатар ұстап жүруге күштеріңіз, энергия жетеді. Ол қатты қиын жұмыс емес. Сол үшін де осылай жұрттардың YouTube каналдарын жүргізіп арқылы табыс тапсаңыздар болады. Табыс табу үшін YouTube-қа дәл қазір кірулеріңіз керек, және де маркетингтен білімдеріңіз болу керек. Маркетингтік білім дегеніміз ол сіздің просмотрыңызды және де подписчигіңізді тезірек жинауға көмектеседі. Дәл осыған орай мен сіздерге YouTube продюсер атты өзімнің сабағымды дайындап қойдым. Бұл сабақтың ішінде мен тек қана YouTube-ты ғана емес, бүкіл маркетингтік білімді қосамын. Оған TikTok алгоритмі, Shorts алгоритмі, Reels алгоритмі, жалпы осы бүкіл маркетингтік психологиялық білімнің барлығы осы жерде бар десем де болады. Толық ақпаратты алу үшін төмендегі қатысамын деген кнопканы басыңыздар, сол жерде басатын болсаңыздар біз сіздерге хабарласатын боламыз.